әрбір универдің ғылым департаменттері сол әр мамандық бойынша тізім жасап берсе екен. Міне мыналар ақылы, мыналар ақысыз дегенде, иә. Себебі жаңа көп мәселе сол ақпараттың жоқтығынан да докторанттар ойлайды, мен докторантураға түссем, менің 1-2 жылдық стипендиям сол Скопусқа мақала төлеуге кетеді деп солай расчет жасайды да. Бұл құрметті докторанттар, бұл мүлдем дұрыс емес. Ол сіз өзіңіз сапалы зерттеу жасасаңыз, нәтижесін тегін шығаруға болады. Және ондай журналдардың тізбесін іздейтін біз осы YouTube-тың астында біз сілтемелер қоямыз. Сол жерден сондай журналдарды қарап, өзіңіздің бірінші сәйкес мамандыққа сол журналдарды шығарыңыз. Әрине бұл сосын тағы бір мәселе, publish or perish дегендей, жойылсаң да, өлсең де мақала шығару керек деген бір принципке айналып кетті да. Ал оның біз әлем бойынша ғылымда кемшілігін көріп жатырмыз. Қазір мынау paper boom. Әлемде paper boom, жазылған мақалалардың бір 50-60-70% тіпті оқылмайды да, ол ешкімге тіпті керек жоқ, мусор да, виртуалды мусорға айналып кетті. Сосын мен ғалымдарға айтарым, әрине ғылыми жобадағы бір мақала, 2 мақала KPI ол ұжымға беріледі. Сосын ғалымда библиографиялық мақсат болмаса екен. Мен мысалы өзімде, менде ешқандай библиографиялық мақсат жоқ. Мысалы жылына бір айтады, мен 4 Scopus, 10 Кагасон, 5 бірдеңе жазуым керек деп та. Менде мүлдем библиографиялық мақсат жоқ. Менде тек егер ғылыми жоба KPI беретін болса, соған ғана топпен жұмыс жасаймын, болды.